сендер қазаққа ренжімеңдер. Біз өмір бойы осылай руға бөлініп, осылай мыңдаған жылдар өмір сүрген көшпенді халықпыз. Маған қай жерде керек? Өзім 50-ге келіп үйрене бастадым. Той томалақта сөйлеу, бата беру, балаларға ақыл айту деген сияқты осындай нәрселерді. Маған анау ережелерді, гармонизм нелер маған керек жоқ болды. Бірде бір терминді білмеймін, грамматиканы білмеймін. Неге грамматика керек жоқ деп айтасың? Мен айтып отырмын. Енді маған өзіме қараңыздаршы, мен сөйлеп жатырмын, мен мысалы, мен үйрендім. Бірде бір ережені білмеймін. Ал енді қазақтың тойында сіз елестете аласыз ба? Қыз шешесі сөйтіп сөйлеген. Енді осындай бір не келді маған, мынау қазақ тілін оқы деп бір енді сізді қорқытпай ақ қояйын, уақи келді деп. Жаңа сіз айтқан этномәдени Иә. көзқараспен жасалған нәрсе, яғни тек деген нәрсе. Мен бала кезімде қанат деген сөзді мені неге қанат деп қойды деп есімде бар ойлап жатқаным. Қан деген сөзді білемін, ат деген сөзді білемін. Ой, сөйтіп ойладыңыз. Сосын мен ойлаймын, мен неге кровь лошади деп қойды екен деп. Жаңағы оқырмандардың соншалықты жоғарғы баға беруінің өзі, сатылымның жоғары болуының өзі үлкен көрсеткіш. Халықтың ортақ қазынасындай бір құнды кітап. Рахмет. Солай деп мен өзім баға беремін. Армысыз, құрметті көрермен. Ой қозғау сараптамалық подкастының келесі санын өздеріңізге назарларыңызға ұсынамыз. Қазақ тілі бәрімізге ортақ рухани құндылық, ұлтымыздың генетикалық коды. Қазақ тілі біздің рухани өміріміздің өзегі. Осы ана тілімізді, қазақ тілін дамытуға әрине әркім өз үлесін қосады, ол біздің парызымыз. Ақын жазушылар өзінің көркем сөзімен, асыл мұраларымен қазақ тілін дамытуға үлкен үлесін қосып жатса, ғалымдар, әдіскерлер ғылыми әдістемелік жағынан үлкен ғылыми жобалар жасап, ғылыми жұмыстар жүргізіп, өзінің маңдай терін төгеді. Димаш Құдайберген бір ерекше өзінің жолымен, яғни қазақтың өнерін, қазақтың салт дәстүрін, мәдениетін, ата-анасына, еліне деген құрметін, жеріне деген сүйіспеншілігін өзінің ән арқылы, өзінің болмысы арқылы жер әлемге жеткізіп, қазақ тілінің мәртебесін көтеруге, тіптен шетелдіктердің қазақ тілін үйренуіне бір мотиватор болды деп айтсақ болады. Сол сияқты әркім өзінің үлесін қосады дейтін болсақ, бүгінгі біздің подкасттың қонағы Қанат Тасибеков мырза өзі басқа мамандықтың маманы бола тұрса да, қазақ тілін үйрету, әсіресе мына өзге тілді немесе қазақ тілін сөйлеуді мүдде тұтып жүрген азаматтар үшін үлкен көмекші құрал жасап, сол құралдың арқасында көп адамдардың өзінің мемлекеттік тілді игеруіне септігін, ықпалын тигізген ерекше азамат. Қанат мырза, бүгін подкастқа қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Уақыт тауып келгеніңізге үлкен рахмет. Бірден сіздің мына кітабыңызды жарыққа шыққан 3 том ғой, 3 том. 3 том, мына бірінші томын ала келген екенсіз. Үлкен рахмет. Осы кітапты көрсетуден бастағым келіп отыр. Кітаптың аты «Ситуативный казахский». Бұл кітапты Герольд Бельгер мырза, біздің құрметті қадірлі ағамыз, бұны энциклопедия казахской ментальности деп айтқан екен. Өте үлкен баға, өзі алғыс сөзін жазыпты. Ол кісімен сіз бір ұстаз шәкірт қарым-қатынасында болғансыз. Бұл да тамаша бір оқиға екен, тамаша құбылыс екен. Сондықтан осындай кісілермен әріптес бола жүріп, өзіңіз Францияда оқыдыңыз, білім алдыңыз, басқа тілді, яғни француз тілін меңгере жүріп, осы қазақ тілін дәріптеуге, қазақ тілін насихаттау, қазақ тілін үйретуге үлкен үлес қосып отырсыз. Сондықтан біздің бүгінгі қонаққа келіп, өзіңіздің еңбегіңізбен, ой пікіріңізбен бөліскіңіз келіп отқанына үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы осы кітабыңыз туралы жалпы шығу тарихы, бұған не себептер болды, жалпы мазмұны туралы өзіңіз айтып өтсеңіз. Рахмет. Рахмет, елеп шақырғаныңызға рахмет. Сізбен танысқаныма қуаныштымын. Енді құрдас болмасақ та замандас екенбіз. Иә, қазақ тілі, сіз айттыңыз, мынау Димаш Құдайберген осындай үлкен бір ықпал, жаңа бір леп берген сияқты. Маған да хабарласады, Франциядан хабарласады. Иә, қан клубы бар.
соның бір адресі мына жерде бір французша сөйлейтін бір араб қызбен танысып едім. Сол қоймай қойды. Мынау өлең не туралы французша бізге жазып берші. Оны аударту қиын. Анау дидау деген. Сіз сөйлеп отырғанда мен былай өзім бір оқталып қалдым да, соны айтып қалайын. Менің ойымша енді мынау сіз айтып отырсыз ғой, осылай үлкен филолог ғалымдарымыз бар, жазушы, үлесін қосып жүрген. Мына Димашты айттыңыз. Менде өзі негізі айтайын деп отырғаным ойым көтеріңкі сөз болып көрінуі мүмкін сізге. Бірақ менің ойым қазақ тілінің өзінің бір киесі бар. Сол қазақ тілінің киесі мені жаздырып отырған кітап. Мен сөйтіп ойлаймын өзім. Негізі мен айттым ғой, мен ауыл шаруашылық маманымын, жылқы шаруашылығы маманымын, атап айтқанда. 87 жылы диссертацияны қорғадым Мәскеуде. Францияда енді докторантурада сол ауыл шаруашылық, одан кейін бизнеспен айналыстым. Енді үш ұйықтасаң да, үш қайнаса да жаңағы сорпасы қосылмайтын не ғой енді филологиямен. Бірақ та өзім енді осындай бір не келді маған, мынау қазақ тілін оқы деп, бір енді сізді қорқытпай ақ қояйын, уақи келді деп. Бірақ сондай ынта болды. Сосын кітапты жаза бастағанда да осылай мен өзім тіл оқып жаттым. Бір жарым жылдай болып қалды оқып жатқаныма. Жалпы тіліңіз орысша, орыс мектебінде. Мен бала кезімде қанат деген сөзді мені неге қанат деп қойды деп есімде бар, ойлап жатқаным. Қан деген сөзді білемін, ат деген сөзді білемін. Ой, сөйтіп ойладым. Сосын мен ойлаймын, мен неге кровь лошади деп қойды екен деп. Ренжіп жүрміз. Баламын ғой, сол 4-те ме 5-те ме мен білмеймін, қанат деген құстың қанаты екен, сондай тамаша ат екен, білмеймін. Қанат деген сөзді білмеймін. Сосын білдім. Міне енді бірақ енді ол бөлек әңгіме. Енді алдында диссертация жазған адамын, кандидат, докторлық диссертация жазған адам, сондықтан енді қалай жазу керек екен білемін. Осы бір жарым жыл тіл оқығаннан кейін мен айтып отырмын, жаңа бір құрданып қалды, бір оқығаным, тоқығаным, түртпектерім. Компьютердің алдында отырып, ситуативный казахский первый том деп қойдым. Оны алдынан ала қайдан білейін, мен 3 том жазатынымды, бір том болмайтын бір кітап. Бірақ бірінші том деп жаздым өзім. Жаңа сіз бір нәрсе түрткендей болды деген ондайлар бар ғой енді. Мынау менде лекцияда айтады ғой, өзім кредиттік таблицасын ұйықтап жатып түс көріп шошып оянып дереу содан жазған. Мынау ақындар да керемет өздерінің өлеңдерін, туындыларын сондай бір шабыт келіп қалған кезде бір енді бір жаратылыстан бір сондай бір екпін, бір ықпал болатын шығар, ол жай нәрсе емес. Және ондай кезде шын мәнінде бір өте үлкен ірі нәрселер туады туындайда. Осы тұрғыдан сіздің жаңағы бір осы мынау ғылымда да бар ғой, синергетикада бар, точка бифуркация деген бар. Яғни бір нәрсе пісіп жетіліп, содан кейін бір сол бифуркациясы кейін бір серпіліс болады, үлкен серпіліс. Мен ойлаймын, сол бір бифуркация нүктесінен өтіп, сізде бір үлкен серпілістен туындаған нәрсе шығар деп ойлаймын. Мысалы мен Қасым деген жігітпен араласамын, Шамшы Қалдаяқовтың баласы, ұлы. Сол Шамшының ұлы маған Қасым айтады, әкемізді осындай білмеймін дейді, қайдан келіп қалады, сосын жазамын дейді, сөйтіп музыканы. Бірақ ол өзі негізі офицер болған адам, сондай басқамен айналысқан адам ғой. Өзі сондықтан мен ойлап отырмын, бұл енді қазақ тілінің киесі. Шынында да бұның бір құпия сыры бар сияқты. Мен өзім көзім жеткенім, мысалы француз тілімен 10 ай оқыдым Мәскеуде. 10 айдың ішінде мен жақсы оқып шықтым. Енді 2 балам бар ол кездерде. Өзім кандидат наук, доцентпін. 90-шы жылдары мен Союз кезінде, кеңес кезінде курсқа келдім де, сол Союздарға да шықтым. Бітіріп уже Қазақстан егемен ел болып қалғанда. Сол кездерде енді маған Франциядан бұрын жазысып жүрген ғалымдардан не келді, хат келді. Біз мынау қымыз мәселесінде зерттеу өткізейік деп жатырмыз. Сізді керек болса иностранный специалист ретінде біз шақырта аламыз, төлей аламыз деген сияқты. Бұл енді үлкен мотивация ғой. Үлкен мотивация. Шетелге барып жұмыс істеу, ана жерде біздің 90-шы жылдары есіңізде ғой, енді қандай кез болған. Қыруар ақша, былай айтқанда, олардың ғылымдардың алатыны. Сондықтан мен табанды түрде оқыдым тілді. Қазақтың ұлдарының, қыздары болсын, тілге өте жалпы басқалықта кездесе бермейтін бейімділік бар ғой. Бейімділік бар бізде. Соның бір көрінісі сіздің. Ағылшынша сөйлеп кетіп жатыр ғой балалар. Қазақша үйренгісі келеді, үйрене алмай жүр. Ағылшынша ағып кетеді. Неге
жақында ғана оқыдым, біреулер мен осыдан қалам Түркияға барып біздің орыс тілді қазақтарымыз, қазекелеріміз бір жылдың ішінде, жарты жылдың ішінде түркше сайрап кетеді. Қазақстанда өмір бойы тұрып қазақша сөйлей алмайды. Бұл қалай деген сияқты. Сол адамға өзі керек нәрсе, оның өзінің қажеттілігінен туындаған нәрсе болса, тез үйренеді. Сосын енді осы мынау кітаптың несі менің әдістеме деп қалдап отыр ғой. Соның өзегі қылтипаны қайда жатыр? Маған бір экзамен тапсыру керек, не болмаса бір анау ережелерді бір емтиханға керек жоқ қой маған. Маған қай жерде керек? Өзім 50-ге келіп үйрене бастадым. Той томалақта сөйлеу, бата беру, балаларға ақыл айту деген сияқты осындай нәрселерді. Бұл енді бірінші маған өзіме керек нәрсе. Қажеттілік. Менің қажеттілік сондай. Маған анау ережелерді, мынау сингармонизм нелер маған керек жоқ болды. Мен қазір бірде бір терминді білмеймін. Грамматиканы білмеймін. Мен ережелер, мысалы енді ағып тұрған шешем болмасам да, қазір өз ойымды жеткізетіндей бір деңгейге жетіп отырмын ғой қазір. Мен сізбен сөйлесіп отырмын, сұхбат беріп отырмын. Солай емес пе? Сондықтан солай үйрене бастадым. Барған жерге дайындалып бару, айтатын сөзді жаттау керек. Енді онсыз ештеңе болмайды ғой, бәрі еңбектену керек. Сосын бізде қазақ тілінде бір ерекшелік бар. Біз қазақ айтады, орыс ойына келгенін айтады. Өйткені орыс ойына келгенін істейді. Ол рас. Біз ойланып барып бір нәрсе жасаймыз. Жоқ, ойланып барып болғанда, оны о жағынан нетпей ақ қояйық. Мен айтайын деп отырғаным, қазақ мысалы бір белгілі бір ахуалда белгілі бір нәрсені айтады, басқаны айтпайды. Солай ғой. Мынау мысалы қыз ұзату тойында бір нәрсені айтады, келін түсіру тойда басқа нәрсе, наурыз болса бір сөз тіркестері бар, нелер, сол сөз үлгілері, солай емес пе? Мақал мәтелдері бар. Енді солардың бәрін адам меңгеріп алса, әр сондай ситуация дейміз, ситуативный казахский, әр жағдайда сөйлей алатындай болса, соны енді үйреніп сөйлеп кетпей ме? Осы тұрғыда сіздің еңбегіңізді мен қарадым, мына өзіңіздің көзқарасыңыз этномәдени тұрғыда. Этномәдени, солай ғой, соған келіп тұр ғой. Иә, солай келіп тұрғанда, енді мен айтып отырмын, бұл қазақ ділінің өзі бір ерекшелігі. Мысалы мен көп осындай интервью беріп жүргенде айтып жүремін, қазір тағы да айтайын. Мысалы орыстың тойында қалдықтың шешесі шығып, вот моя Мариночка была такая веселая, всех мальчишек во дворе перецеловала, сейчас вот встретила своего Игорька, они полюбили друг другу, горько деп айғайлап түйісіп. Ал енді қазақтың тойында сіз елестете аласыз ба? Қыз шешесі сөйтіп сөйлеген. Ол дұрыс. Иә, жоқ. Бізде мынау мысалы атасы сөйлейтін бір сөздері бар, өзі шешесі айтатын сөздері бар, туған туысқандар солай емес пе? Өзі біз сондай нәрселерде ойымызға келген нәрсені айтпаймыз. Біз қалыпты бір нәрсені айтамыз. Сондықтан бұл өте жақсы лайфхак. Тіл үйренем деген адамға. Осының бәрін меңгеріп алса, мысалы мен айтып отырмын, бұл 40, мен қазір мынау өзім онлайн курс жасап жатырмын. 40 ситуация, 40 жағдаят. Соғым болсын, қырқына шығару болсын, шілдехана деген сияқты, енді сондай. 40 сондай жағдаятта 5 сөйлемнен білсеңіз, мысалы наурызда не деп айтамыз? Ақмол болсын, ұлыстың ұлы күні дейміз да, соны үйреніп алса, 40 ситуацияны 5 сөйлемге көбейткенде қанша болады? 200 сөйлем. Әр сөйлемде енді орта есеппен 5 сөз деп айтсақ, сонда 1000 сөз болып шығып қоймай ма? 1000 сөз деген былай жетіп жатыр адам сөйлеу үшін. Сосын біз сөйлегенде негізі мынау нені жаттап алған сөздермен, білген ережелер бойынша бүйтіп сөйлемейміз ғой. Бәрі интуитивті түрде адам сөйлегенде. Мынау неге маған айтады, қазір біреулер қарсы шығады. Неге грамматика керек жоқ деп айтасың? Мен айтып отырмын. Енді маған өзіме қараңыздаршы, мен сөйлеп жатырмын, мысалы. Мен үйрендім. Бірде-бір ережені білмеймін. Грамматиканы бірде-бір, септік деген сөзді білемін. Қазір ұмытып қалдым. Септік деген глагол ма, окончание ма? Енді білмеймін мен. Бірақ сөйлеймін. Негізі адам интуитивті түрде көп. Мен мысалы айтамын, неге біздің Сталин
қуғын сүргін кезде Қазақстанға айдалған шешен құштар, немістер, жаңа бергерде айтып кеттіңіз. Мен аға досым ғой енді, ақсақалымыз. Олар бәрі меңгеріп кетті. Қандай әдістемені оқыды, қандай оқулықтарды, қандай ежелерді, ешқандай. Олар адам ортада жүріп айтқан сөзді енді қазақ мектебінде оқыған ғой белгілі. белгілер жоқ. Бірақ Мен басқа оқымаған оқымағандар көп қой. олардың Кореецтер бәрі. Ол Иә. қалай үйренді? Мен айтып отырмын. грамматиканы үйренген. Грамматиканы үйренген жоқ. Адам сөйтіп үйренеді өзі. Біреу мен сөйтіп үйрендім өзім үйрене бастағанда. Кейбіреулер мен қазақ тіліне мен тартқаны, мен өте наразымын. Қанша 15 жыл болды қазақ тілін оқып жүргеніме. Мен өзіме қатты наразымын. Өкпем қара қазандай. 15 жыл болды сөйлеп жүргеніме. Әлі де дұрыстап шешіліп, бүйтіп көсіліп сөйлей алмаймын да. Әдемі сөйлегім келеді. Сонда біреулер айтты ма, мынау жақсы сөз екен, бүйтіп жазып аламын, соны жаттаймын. Сосын бір неге келіп қалғанда, жағдай келіп қалғанда соны қолданамын. Сөйтіп үйренеді адам. Тамаша. Әке, мынау кітабыңызды енді сәл ақтарып көрейік. Қарап отырсақ, енді неше түрлі кітаптар бар ғой, енді тіл үйретуге арналған өте көп неше түрлі кітаптар бар. Тіпті мына полкаларда тұрған кітаптар бар. Халық қолданып жүрген кітаптар бар, сөздіктер бар. Бірақ көп жағдайда бір шаблон енді жалпы. Ал енді мына сіздің кітапты ашып кеп қарағанда, бірінші қарауы тек происхождение. Енді біз тектен бастап. Бұл енді жаңа сіз айтқан этномәдени көзқараспен жасалған нәрсе, яғни тек деген нәрсе. Енді басқа халықтарда бұл сөзді пайдаланып, оның мән мағынасын ашып, тіл үйретуге пайдалана ма, пайдаланбай ма білмеймін, бірақ қазақтың тек деген сөзі жатқан бір таза бұлақ қой енді. Мысалы өте бір уникалды жаңағы құбылыс біздің халқымызға тән. Осының өзі дереу қызықтырады, мотивация тудырады. Тек деген не? Оның ар жағында не жатыр? Осы тұрғыда кішкене айтсаңыз, осы сөз туралы айтыңызшы, қалай осыдан бастадыңыз? Енді ана жерде орысша жазғанда енді түбін түсіремін, мен қазақша жазғанда жаза алмаймын. Орысша айтамыз. Жоқ, мен жазғанда деймін да. Мен ол жерде, если плясать нужно от печки деймін да. Енді біздің печкамыз енді білесіз ғой, бұл енді ауыспалы түрде айтылған нәрсе, біздің тек деген. Түп тамырымыз. Түп тамырымыз. Негізі мен мысалы мынау текке байланысты қазір айтып көрейін. Мысалы жақсыдан жақсы туады, жарқылдаған, жаманнан қарға туады, қарқылдаған. Жақсыдан жаман туса тең табылмас, жаманнан жақсы туса тең табылмас деген. Жоқ, мен осылай оқыдым. Мынау мысалы текке байланысты сөз тіркестері бар ма? Таудан аққан тас бұлақ құймай қоймас теңізге. Жаманнан жақсы туған, жақсыдан жаман туған туса, қанша жаман дегенмен тартпай қоймас тегіне деген сияқты. Қалай? Көрдіңіз бе? Мен осылай жаттап, әр неге нәрсеге осылай жаттап, менді осы қай бір неге болсын, осындай мақал мәтелдері, өлең сөздері, сөз тіркестері осындай неде жағдайда қолданатын, солардан бастаймын. Енді мысалы мен Фейсбукта көп жұмыс жасаймын. Бір енді 5000 достар, 10.000 подписчигім бар, енді 15.000 аудитория аз емес қой. Сонда жазып отырамын. Мысалы мынау тек туралы соған байланысты мен жазамын. Қазақтар жиі сұрайды, а кто вы по нации деп, нации деп сұрайды бар, енді артында и краткая. Нации деп айту керек, бірақ нации деп. Мен айтып отырмын, сендер қазаққа ренжімеңдер. Біз өмір бойы осылай руға бөлініп, осылай мыңдаған жылдар өмір сүрген көшпенді халықпыз. Бізге адаммен танысқан кезде оны бір белгілі бір классификацияға қойып қою керек. Сосын сұрайды, ол анау жамандықтан сұрамайды. Ал негізі мынау әлемдік мәдениетте ұлтты сұрау енді ол кішкене әдепсіздіктеу деген сияқты болып көрінеді. Бірақ мен соны түсіндіремін. Қазаққа оны білу керек. Білгеннен кейін сен туың кім, тегің кім деген сияқты, сосын ол сені өзің бір белгілі бір орынға нетеді, оған өзіне ыңғайлау болады. Бұл енді өзіміздің тегімізді білу, жеке атамызды білуден шығатын қажеттілік қой, руға бөлу деген, бір-бірімізге бауырластығымызды анықтайтын. Әрине, ол енді сондай. Сондықтан шынында да тектен бастап, соның ішін ашып, жаңа айттым, мен қазақша әлі сөйлей алмаймын дейсіз, сіз шешендік өнерге жақындап қалыпсыз.
жаңағыдай рахмет. шешендік сөздерді айтып жатсыз. Рахмет. Бұл Қазақша оқыған кейбір азаматтардан асып түсіп жатсыз, Құдайға шүкір. Енді тағы бір мынандай жағдай, жалпы бұл кітабыңыз қазақ тілін өз деңгейінде біле алмай жүрген қазақ азаматтарына, басқа өзге ұлттың адамдарына қазақ тілін меңгеруге көмектесетін әдістемесі. Осы тұрғыдан сол оқырмандар қалай қабылдап жатыр? Яғни бұл кітаптың таралымы қалай, қолданысқа түсіп жатыр ма? Осыны білгім келеді. Өйткені бір ашып қарағанда бұның шын мәнінде өте мықты әдістеме екені көрініп тұр. Осы жағынан сізге қолдау бар ма? Бұл кітап таралу керек. Жаңағы мынау сөйлей алмаған, қазақ тілінде сөйлей алмай, мемлекет тілде сөйлей алмай жүрген шенеуніктер бар емес па енді? Телевизордан көріп отырмыз. Бір жағынан кейде өкініп қапаланамыз. Сондай кісілерге бұл өте қажет. Солар алып жатыр ма, қолданып жатыр ма? Сол бір курстардан өтіп жатыр ма? Сол туралы айтсаңыз. Рахмет сұрағыңызға. Жақында бір депутатский запрос болып, Меломан деген кітап жүйесі бар. Меломан деген кітап жүйесіне. Сонда қазақ тілі оқулықтардың ішінде осы кейінгі жылдары қайсы бірінші орында деген сияқты. Сосын енді менің бірінші, екінші, үшінші томым бірінші орынға шықты. Қазақстанда қазақ тілі оқулықтардың ішінде Меломанды несі кітап сату жүйесі бойынша. Сауалнама жүргізген ғой? Жоқ, сауалнама емес, кәдімгідей бухгалтерияның несі. Тиражымен, сатылым бойынша. Соны мен кітаптерім бір неден кейінгі 3 жылдың ішінде бір 4000-нан аса экземпляр сатылыпты. Аз ба, көп емес пе? Жоқ, бұл бірінші орында енді. Сосын нелері. Бұл кейінгі 3 жылда. Негізі мынау 10 жылдан асты. Негізі менің кітаптерімнің несі сатылғаны 50 мыңдай болып қалды. 50 мыңдай болып қалды. Бұл енді сіз аз дегенге мен таңғалып отырмын. Мен өзім қанша шығарып жүрмін. 1 мың қылып шығарады, сосын 5-6 жыл, 10 жыл сатып отырады нелерді, кітаптерді. Негізі мысалы үкімет тарапынан бірінші том 4 мың қылып шығарды, екінші том 4 мың қылып шығарды. Сосын бір үзіліс болды. Қазір қайтадан 3-ші томды мынау жақында осы жылы шығардым. 3 мың қылып, 3 мың деймін. Сондықтан енді үкімет тарапынан қолдау бар. 11 мың шықты, қолдау болғанда. Сол-ақ енді олар шығарды. Мен ол қолдау енді олар ақшасын береді, сосын тегін библиотекаларға таратады. Білесіз ғой оны, одан ешқандай. Сатылымда бірінші орында тұрған адамдар іздейді. Мен мынау қатты мақтанып кетті деп айбетпеңіз енді. 6 жыл, толық 6 жыл, 7-ші жыл мен Мәміле деген клубты жүргізіп келемін. Мәміле ол танымал клуб, иә, танымал клуб. Әр жұма жұмысқа барғандай. Бірақ бұл ақылы түрде емес қой. Мен біреуге ешқашан барған жоқпын. Спонсор іздеп, біреулер бар ғой, жаңағы спонсор керек. Қазір мысалы мен онлайн курсымды шығарып жатыр. Құдайға шүкір, өзім мынау тапқан ақшама өзім нетіп жатырмын. Мынау Мәміле клубты тегін жүргізіп жатырмын. Курстарды жүргізген күндерім болды, енді өз әдістемемді көрейін деп. Қанат Тасибеков мырзаның мына ситуативный казахский деген кітабы, бұл мен өзім ойлаймын, жаңағы оқырмандардың соншалықты жоғарғы баға беруінің өзі, сатылымның жоғары болуының өзі үлкен көрсеткіш. Сондықтан мемлекет тарапынан лайықты бағасын алып, жалпы кәке бұл мынау мен енді мектеп саласында көп істедім. Қазір балалар орыс класстарда көп, қазір орыс балалары бар, басқа орыс тілді балалар 11 жыл оқиды, бірақ бітіргенде емтиханда тапсырады, бірақ бір қарапайым деңгейде қазақ тілін меңгеріп шыға алмай жатыр. Ал енді оның оқытудың әдістемесі мектепте қалай, шынымен кемшіліктері бар. Оқу бағдарламасында, оқыту тәсілінде мүмкін дұрыс көңіл бөлінбей ме? Ал енді мен ойлаймын, осы оқулықтардың тізімі болады, тізбесі, перечень деген. Ол кәдімгі мемлекеттік сатып алу деңгейіне кететін. Ол сараптамадан өтіп, осы мынау білім мазмұнын сараптау орталығы деген орталық бар. Сол жерден сараптамадан өтетін болса, сараптамаға ұсынсаңыз, сол жерден мен 100% бұған сенімдімін.
мен өз пікірім әрине, сарапшылар өздері біледі. Осыны мысалы сондай бір тізбеге енгізілетін болса, министрліктің, ол мемлекеттік сатылымға кетеді. Яғни барлық мектептерде, кітапханасында ол міндетті түрде тұрып, мемлекеттік қаржы бөліп, сосын балалар, мұғалімдер осыны пайдалануына болады. Бұл жай бір жаңағы айтып отқан көп мына полкілерде тұрған кітаптардан бөлек. Оның маған ұнап отырғаны, бұл тек қана тілді бір элементар деңгейде меңгеру емес, бұл тәрбие. Аның ішінің бәрінде рухани құндылықтар жатыр. Жаңа этно-мәдени құндылықтар жатыр. Сондықтан бұл бір жағынан тілге үйрететін өзге тілді балалар, тіптен қазақ балаларының өзі оқып, ішінде ол түсінбейтін, білмейтін нәрсе өте көп. Ал енді тәрбие, қазір білім мен тәрбиенің үйлесімділігі туралы әңгіме көп. Мынау соның бір құралы, менің түсінгенім. Сондықтан мен ойлаймын, осыны сіз алдағы уақытта сол бір сараптамаға ұсынып, сол мемлекеттік тізбеге енгізудің жолын қарастыруымыз керек. Ол тұрғыда енді өзіміздің ақыл кеңесімізді айтармыз деп ойлаймын. Себебі бұл сіз өзіңіз жүріп, жаңағы дүкенге қойып, сатып, өзіңіз әлек болып жүретін нәрсе емес. Бұл халықтың ортақ қазынасындай бір құнды кітап. Рахмет. Солай деп мен өзім баға беремін. Енді соңғы сұрақ, жаңа мәміле клубы туралы да айттыңыз, мен естіп, оның бір ерекшеліктері, жаңа айттыңыз ғой, мынау этномәдени тұрғыда адамдардың еркін араласуы. Енді жалпы қазір кітап бәріміз енді оқимыз, қараймыз, бірақ қазір цифрландыру заманы ғой. Сондықтан осындай оқу құралдарын цифрландыру мәселесі қалай болып жатыр? Сіз оған енді шамаңыз келмеуі мүмкін, ол үлкен қаражатты қажет етеді. Осы жерде не айта аласыз? Мен өзім қазір сайтты қолға алдым. Мысалы, неге бұл жерде бір фирма бар, 1.800.000 теңге. Мен төледім сайт үшін. Мен өзім қазір сайт жасап жатырмын. Өз ақшама осындай. Сол сайтқа 3 кітабым шығады. Сол сайтта ағылшынша переводын жасадым. Қазір оны жоқ. Қазақша, орысша, ағылшынша. Жоқ. Бірінші том белгілер Мир Казахов деп қой деп кеңеспен Мир Казахов дедім. Алдында ситуативный казахский болатын. Мир Казаховты мен мынау бірінші томды мен ағылшын тіліне аударттым. Ағылшын тілінде тағы да сол кітаптерді бәрін сайтқа қоямын. Сатылып да болады әрине. Оның озвучкасын жасадым. Мынау неге фонетика керек қой енді қазақ емес адамдарға. Бұл қалай айтылады деген сияқты. Оған да қазір адам жалдап, қазір бәрін, осы жұмысты бәрін, қазір мен өзім өз қаражатымды жұмсап, өзім қазір бәрін жасап жатырмын өзім. Бірінші, екінші кітабым неден шықты деп отырмын ғой, үкімет тарапынан. Ол қалай болғаны? 13 жылы мені анау тіл жанашыры деген төсбелгі берген кезде бізді бәрімізді неге онда 40 адамдай ма, 20 адамдай мынау неге апарды? Мәдениет министрімен кездесуге. Ол кезде Мұхтар Құл-Мұхаммед. Енді бәрі қазақша сайрап тұрған қазақ тілін нелері, жанашырлары. Мен ғана орыс тілді. Сосын маған сөз берді. Сіз айтыңыз деп. Сосын мен тұрдым да, мен айттым Мұхтар Құл-Мұхаммедке. Мұхтар Құл-Мұхаммед мырза, менің атым Қанат Тасбеков, ситуативный казахский деген кітап жазып едім деп бастап едім. Қолды бір сілтеді. Несін айтасыз? Мен сіздің кітабыңызды оқыдым. Керемет кітап. Мен жақсы білемін. Қандай бұйымтайыңыз бар деді. Мен сасып қалдым. Қандай бұйымтай? Сосын мен айттым, мынау жаңа мәміле клубтың. Сосын мен айттым, мәміле клуб, мәміле деген ондай атау жоқ. Бізге бір площадка берсеңіз, клуб құрыс ашсақ. Сосын ол кісі айтты, бізге ешқандай площадка керегі жоқ. Қазақша сөйлейтін, өйткені Қазақстанда тұрамыз, бізде мемлекеттік тіл, қазақ тілі, ондай площадка керегі жоқ. Бірақ керісінше мен айтайын, сіздің кітабыңыз керемет кітап. Бұл жерде Мақсат Қақов деген отыр, ол кезде тіл комитеттің несі председателі. Мен соған айтып отырмын, сенің кітабыңды 4000 экземпляр қылып үкімет тарапынан шығарсын деп. Бірақ айтты, кесті. Алдында мен шығарыңыз да деп жалынған жоқпын, неткем жоқпын. Сөйтіп шықты ол. Екінші томда сөйтіп шықты. Көрдіңіз бе? Қанат мырза, бүгін біздің хабарымызға келіп, осы өте өзекті мәселе төңірегінде салиқалы ой айтып, өзіңіздің кітабыңыздың ішкі мазмұнын ашып, халыққа жақсы бағалы құнды хабар бергеніңізге үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Аман сау болыңыз, шаршамаңыз, шығармашылығыңыз шарықтай берсін. Құрметті көрермен, ой қозғау сараптамалық подкастының бүгінгі қонағы ситуативный казахский
кітабының авторы Қанат Тасибеков. Қанат мырза, үлкен алғысымыз аман сау болыңыз. Рахмет.